Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 24-ші сабағы. Дауыссыз қ мен ғ. Қ, ғ әріптерінің жазылу емлесін білеміз. Мәтін мазмұны бойынша қойған сұрақтарға жауап бере аламыз. 22-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Сабақ сабағы, парақ парағы, ұршық ұршығы, жарық жарығы, бұлақ бұлағы, қасық қасығы. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы қ дыбысының ғ-ға өзгеруінің себебін айтып көр. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы ғ-ға айналады екен, балалар, көріп тұрық. Енді ережемен салыстырып көрейік. Ғ әрпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы ғ-ға айналады. Достық, достығы, ақ, атағы, ұшақ, ұшағы. Сақтайды, бар. 23-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Құрақ құрау. Әжелер киім тіккенде бастамапты қиықты. Әр алуан қиық түскенде дорбаға салып жиыпты. Көп киім тігіп тіккенде қиыққа дорба толыпты. Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болыпты. Оразақын Асқар. Өлең мазмұны бойынша берілген сұрақтарды толықтыр және оларға жауап бер. Бірінші сұрақ. Әжелер киім тіккенде нені тастамайды? Дұрыс айтасыңдар. Әжелер киім тіккенде қиықты тастамайды. Екінші сұрақ. Қиықты қайда жинайды? Жарайсыңдар. Дорбаға жинайды. Үшінші сұрақ. Қиықты сәндеп тіккенде не болады? Тамаша. Жарайсыңдар, балар. Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болады. Қиық, құрақ сөздеріне «ы» дыбысын жалғап жаз. Не байқадың? Қиық, қиығы, құрақ, құрағы. Қ дыбысы ғ-ға айналады. Жарайсыңдар, балалар. 24-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына ғ әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бір қозының аяғы сынып қалған екен. Қайрат қозыны аяп үйге алып келді. Атасы оның сынығын орнына салды. Кейін қозының аяғы жазылды. Бұл жерде аяғы деген сөзде ғ әрпі түсіп қалған екен. Ғ әрпін қойып жаздық. Сынығын деген сөзде ғ әрпі түсіп қалған екен. Орнына қойып жаздық. 22-ші жаттығу. Өлең жаз. Анаң күнің, жүрегің, әкең өмір тірегің, әжең асыл ардағың, атаң дана қуан. Мұрат Қуанышбек. Қарамен жазылған сөзде қай дыбыс өзгеріске ұшыраған? Оның себебін түсіндір. Ардағың сөзінде қ аяқталған сөзге дауысты ы дыбысы келіп, қ дыбысы ғ-ға айналды. Ал балалар, 26-ші жаттығу. Ойын жұмбақтарын шешуін тап. Қармағы бар қолында, кімді айттым ойымда? Тамаша, жарайсыңдар. Балықшы екен, құрығы бар қолында, кімді айттым ойымда? Дұрыс, жылқышы. Қалағы бар қолында, кімді айттым ойымда? Тамаша, ол құрылысшы. Ал балалар, қарамен жазылған сөздерге дыбыстық таңдау. Қармағы, құрығы, қалағы деген сөздер қарамен жазылған екен. Осы сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Қармағы.
жеті әріп, жеті дыбыс. Қ қатаң дауыссыз дыбыс, А жуан дауысты дыбыс, Р үнді дауыссыз дыбыс, М үнді дауыссыз дыбыс, Г ұяң дауыссыз дыбыс, жуан дауысты дыбыс. Құрығы. Қ қатаң дауыссыз дыбыс, О жуан дауысты дыбыс, Р үнді дауыссыз дыбыс, жуан дауысты дыбыс, Г ұяң дауыссыз дыбыс. Қалағы. Қ қатаң дауыссыз дыбыс, А жуан дауысты дыбыс, Л үнді дауыссыз дыбыс, Г ұяң дауыссыз дыбыс, жуан дауысты дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.